Бүгін мен далада 24 сағат өткізетін боламын. Ешқандай үйсіз, ешқандай жайлылықсыз, тек мен, табиғат және өзімен бірге алған аз ғана азық-түлік. Соңында не болатынын сен де біле беремін, оны соңына дейін көр. Бірақ бастамасы бұрын арнаға тіркелуді ұмытпа. Тіркелдің бе? Ендеше кеттік. Мен таңертең жетілерде тұрып даладағы сапарыма толықтай дайындалып алдым. Аяқ киімімді кидім де есіктен шықтым. Вуаля, челленджі басталды. Ең алдымен мен таңғы салқынмен газонға бардым да жүгіріп сосын отжимание жасадым. Бір құпия нәрсе бар алып шыққан, бірақ ол дәл қазір қасымда емес. Қазір видеодан көресіздер. Сосын мен 10 рет отжимание жасап, ең алғашқы тамағымды жеп алдым да үй жаққа тарттым. Үйге келгенде ең алдымен көршімнің ауласынан шөп шауып, оны малға бердім. Оны бітірген соң дарбазаның алдындағы шебінді үйдің ауласына жинадым. Шебіннің 1/3 бөлігін жинап болған соң тағы бір сапарыма аттандым. Достар, қазір бәрі нормально, шашаған ештеңем жоқ. Енді бұйырса ауылдың ішінде қыдыратын боламыз. Достар, видеоның басында айтқанымдай, маған үйге кіруге мүлде болмайды. Тіпті кіреберіске, яғни айналасынан қоршалған жерге мүлдем кіруге болмайды. Айтпақшы, келесі видеода қандай челлендж жасайын, пікір алаңына жазып кетіңіз. Сосын мектептен шығып бір көшеге бұрылдым да жүре бердім. Ауылды бір аралап болып үйге қайтып оралдым да су ішіп тынығып алдым. Және үйімнің ауласында көп нәрсемен айналыстым. Итті сипаладым. Таңертең 8-ден бастағаннан бері қазір 3 сағат өтті. Яғни сағат қазір 11:30 болып жатыр. Қазірше шаршаған ештеңем жоқ. Бәрі жақсы. Көңіл күйім де орнында. Жалғастырамыз. Құрметті достар, әлі де 21 сағаттай бар. Шыдау керек енді, амал жоқ. Мен бармын. Мен мынау үніммен ол оператор болады бұйырса. Енді ол енді шығып жатыр. Ана таңертеңнен бері негізі өзім түсірген. Құмға секірдім. Телефонды үйге қуаттауға бердім. Сосын мен іннің камерасымен түсірдім. Ал ол уақытта мен скетчбугыма сурет салдым. Достар, мен осындай прикольный бір пирамиданы фото алсам, ана жерге жасағанбыз өзім. Қысаттым да енді барынша міне. Айтпаштамаңыздар, жазып қойыңыздар. Лайткоға тіркелдік. Достар, осыдан тіркеліп кетіңіздер, ұмытпай. Дәл астында подписаться деген батырма тұрады. Соған басып кетіңіздер, болды. Аспай қойын. Сосын жуылған киімдерді жайдым. Кейіннен телефоным қуатталып болып, көп қажетті нәрселерді алып, походқа шығуға дайындалдым. Манағы айтқан құпия нәрсе ол домбыра. Осы домбырамен бірге және алашамен, қарбызбен бірге пикникке барамыз. Пикник дегенде қатты табиғат анау жоқ бізде қатты. Жайлау ғой тек. Енді соған аттанып жатырмыз. Сөйтіп інім екеуміз жолға шықтық. Өте ұзақ жол, жайлау. Құрметті достар, біз дейтін кәдімгі жерімізге келдік міне. Жайып алдық уже. Дастарханды дайындаймыз енді. Тау көрініп тұр ғой, тау. Негізінде тау деп айта алмайсың. Анам салып берген қарбызды алып, опырып алдық. Жеп бітіріп бірге кітап оқыдық. Ұзақ отырдық. Ал інім ұйықтап алды. Кейін бұл жер бізге тым жақын көрініп, тағы да жол жүрдік. Жеткен жерімізге барып отырамыз ба деп едік, бірақ үйге қарай тартып кеттік. Үйге қайтқанда ғана қанша алыс кеткенімізді түсіндік. Үйге келген соң тағы бір демалып отырдық. Сосын шебінді жинауға кірістім. Бұл кезде мен шебінің шамамен барлығын жинап тастадым. Достар, кішкене шаршағаны бар енді жаңағы шебін жинағаннан кейін. Бірақ әлі де нормально енді. Енді қазір кішкене енді кеш болып отыр енді. Сағат 7-ге жақындады. Шыдаймыз неше. Осының құммен шебінді айырып, шебінді таспен қошадым. Бірақ толық емес. Күн батты. Сосын мен тапшаңға жайлауға алып кеткен алашамды жайдым да демалып жата тұрдым. Құрметті достар, қазір дала салқындап кетті. Мен салқындап бастап отырмын. Топ бастап отырмын дегенмін.
енді жылыну үшін кішкене жүру керек еді. Жоқ. Жүрмейміз. Не бір идея бар. Мен от жақтым. Иә, бұл нағыз жылыну үшін. Бірақ мұны мен ерте жағып қойған сияқтымын. Себебін кейіннен түсінетін боласыңдар. Үстіне соғып тастадым. Болды енді. Так, енді қазір тренировкаға барамыз. От жағып болып мен жаттығу үшін ойын алаңына бардым. Құрметті достар, далада жүргеніме 13 сағат болды. Аяғым сәл ауырған болмаса, қазірше бәрі нормально. Шыдаймыз. Ол жақта мен бірінші 20 рет, содан соң 10 рет отжимание жасадым да үйге қайттым. Үйге келген соң інім үйден көтбетесек алып келіп, оңына салып алдым. Шұлығымды да ауыстырдым. Сосын тағы да отжимание жасап алдым. Сосын телефонның қуаты бітіп қалып, оны қуаттауға үйге беріп жібердім. Құрметті достар, мен істегенім сіздер қайталап жүрмеңіздер. Мен бұл видеодан кейін не болатынын білмеймін. Қайталағыларыңыз келсе, барлық сақтық ережені сақтаңыздар. Бірақ негізі бұны қайталауға кеңес бермеймін. Құрметті достар, қазір кешкі асымызды ішеміз. Тамақ жемегелі көп болды. Как раз қарны ашып отыр. Сосын тамақтануға кірістім. Өте күшті болды. Сосын өздерің байқағандай түн болды. Дала толықтай қараңғы. Кейіннен аздап шудафайт 2 ойнап жата тұрдым. Сосын таңертеңге дейін шыдап, сосын үйге кірдім. Десем өтірік болар. Мен түнгі 12:30-да үйге кіріп кеттім. Себебі түнде дала салқындап кетті. Шынымды айтсам, сол сәтте шаршағаным да, тоңғаным да білінді. Сөйтіп ойланып қалдым да үйге кіру керек екенін түсіндім. Бір жағынан денемде бірнеше өзгерістер байқалды. Қолдарым қып-қызыл болып кетті. Ернімде жараға ұқсас бірдеңелер пайда болды. Сонда да бұл челлендж өзіме қатты ұнады. Әсем табиғат, таза ауа. Соңына дейін бара алмадым, бірақ бұл менің жеңілісім емес, бұл менің тәжірибем. Бұл нәрседен бас тартқаным менің әлсіздігім емес, даналық. Себебі табиғатта барлығының өзінің шегі бар. Егер сіздерге де бұл челлендж ұнаса, арнаға тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпаңыз. 1000 тіркелушіге тез жетейік. Сау болыңыздар.